Қостанай тарихы терең, тағдыры талай ұрпақпен сабақтасқан шаһар. Осыдан 147 жыл бұрын негізі қаланған қала бүгінде өзіндік болмысы қалыптасқан іргелі орталыққа айналды. Биылғы қала күніде мазмұнды шараларға ұласып, шаһардың орталығында мәдениет пен шығармашылықтың көрінісі жалғасты. Қала тұрғындары мерекені қалай атап өтті? Тілшіміз тарқатады. Қала күніне арналған мерекелік бағдарламаның шымылдығын карнавал би ансамблі түрді. Өнерпаздар көрерменге түрлі би композицияларын ұсынып, мерекелік алаңға ерекше көңіл күй сыйлады. Бишілердің өнерінен кейін сахна балалар шығармашылығы фестиваліне алтын дән қатысушыларына берілді. Сахнада заманауи би түрлері де көрініс тауып, жас өнерпаздар мерекелік бағдарламаның көркін қыздырды. Мерекелік іс-шараға жиналған қала тұрғындары да әсерлерімен бөлісіп, туған қаласына дейін ақжарма тілектерін жеткізді. Мына қала күні күшті өтіп жатыр, әдемі бәрі. Қостанай қаласы жайнай берсін, гүлдене берсін. Енді ғана келсек те бәрі қызықты өтіп жатыр. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Денсаулық, жақсы көңіл күй мен демалыс тілеймін. Өте керемет өтіп жатыр, бізге ұнады. Біздің өзіміз кішкентай бүлдіршіндеріміз выступать етіп жатыр. Қостанай қаласының осы мерекесімен құттықтаймын барша жұрттарды. Тек қана көрке берсін, тек қана осылай біздің қостанайлықтар Қазақстанға, шетелге танымал бола берсін деп тілеймін. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Концерт өте жақсы өтіп жатыр. Балалардың бәрі талантты, өнерлерін көрсетіп жатыр. Қала күні құтты болсын. Баршаңызға денсаулық, бақыт тілеймін. Күндізгі шаралар кешке үлкен гала концертпен жалғасты. Салтанатты кеш барысында облыс әкімі Құмар Ақсақалов қостанайлықтарды қала күнімен құттықтап, шаһардың жеткен жетістіктері мен алдағы даму бағытына тоқталды. Құрметті қостанайлықтар, қымбатты қала қонақтары, баршаңызды Қостанай қаласының 147 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Қала бұл тек көшелер, саябақтар мен ғимараттар ғана емес, бұл ең алдыменен адамдар. Сіздердің еңбектеріңіз бен идеяларыңыз қаламымыздың дамуына үлкен үлес қосып отыр. Оның арқасында Қостанайда өмір сүруге, жұмыс істеуге және бала тәрбиелеуге жақсы жағдай қалыптасуда. Бүгін біз аға буынға бүгінгі жетістіктеріміздің негізін қалаған жандарға алғысымызды білдіреміз. Ал қаламызды әрі қарай дамытатын жастарға қолдау көрсетеміз. Гала концертте қала тұрғындары мен қонақтары танымал өнерпаздар мен музыкалық ұжымдарының өнерін тамашалап, сүйікті әндерін бірге шырқады. Сахнадағы жарқын қойылымдар мерекелік кештің ажарын аша түскені анық. Осылайша Қостанайдың мерейтойына арналған ауқымды бағдарлама шаһардың мәдени өмірін кеңінен танытты. Бір күннің өзінде ұлттық өнерден бастап балалар шығармашылығына дейін түрлі бағыт қамтылып, қала тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Бұл Қостанайдың тарихын ұлықтап қана қоймай, оның бүгінгі тынысын, өнері мен мәдениетін айшықтаған айтулы күн болды. Аружан Анисова, Бекарыс Еркін, Қостанай телеарнасы.